Су тасқынынан зардап шеккен адамдарға жәрдемақы төлеуге өтінішті қабылдау және өңдеу жөніндегі нұсқаулық. Егов мобайл қосымшасында авторизациядан өткеннен кейін басты бетте танымал қызметтер бөлімінде су тасқыны себебінен келтірілген материалдық зиянды өтеу туралы өтінішті таңдаңыз. Бірінші бетте сіз өтініш беруші мен оның отбасының деректерін көрсетіп, келесі ақпаратты толтыруыңыз керек. Әлеуметтік шот болған жағдайда тізімнен банкты таңдау керек. Қосымша жолдан әлеуметтік шот нөмірін таңдау қажет. Әлеуметтік шот болмаған кезде тізімнен банкты таңдау керек. Табылмаған әлеуметтік шот туралы ақпарат көрсетілетін терезе көрсетіледі. Оны ашуға өтінім толтырылғаннан кейін тиісті органға жіберіледі. Түсінікті батырмасын басыңыз. Байланыс телефонын көрсетіңіз. Мекен-жайды тізімнен таңдау керек. Оқиға облысын қаласын таңдаңыз бөлімінде таңдалған ақпаратты толық мекен-жайды енгізу арқылы толықтыру қажет. Уақытша баспана болмаған жағдайда уақытша баспана қажет пе бөлімінде иә жауабын таңдаңыз. Немесе жоқ тармағын таңдап, уақытша тұрғылықты мекен-жайыңызды енгізіңіз. Келтірілген залалдың сипаттамасы бетінде жылжымайтын мүлікке келген зиян туралы ақпаратты толтырыңыз. Егер жоқ болса, жоқ деп белгілеу керек. Немесе иә белгісін қойып көрсетілген жолдарды толтырыңыз. Мекен-жайды толтырыңыз. Пайда болған құрылыс түрін таңдау бөлімінде тізімнен зардап шеккен мүлікті таңдаңыз. Егер басқа таңдалса, өріске құрылым түрін жазып, мүлік санын көрсетіңіз. Бірнеше құрылым болған жағдайда жаңа қосу батырмасын басыңыз. Келесі бетте жеке мүлік туралы ақпарат толтырылады. Тізімнен тұрмыстық техника, жиһаз, тоқыма немесе басқа жеке мүлік түрін көрсету керек. Басқа бөлімінде жеке мүліктің түрі жазылады. Қосалқы мүлік туралы ақпарат бетінде тізімнен таңдау арқылы зардап шеккен техниканың түрін көрсетіңіз. Егер басқа таңдалса, жеке меншік түрін жазыңыз. Егер зардап шеккен мал болса, қосу түймесін басыңыз. Сауалнаманы толтырғаннан кейін дайын түймесін басып, жеке деректерді өңдеуге келісім беру белгісін қойыңыз және қысқа кодты енгізу арқылы немесе биометрияны пайдалану арқылы сауалнамаға қол қойыңыз.